Сәлем достар, біз бүгін анемия жөнінде айтамыз. Анемия дегеніміз қанда оттегіні ағзаларға жеткізетін сауық қызыл қан жасушаларының тапшылығы болып табылады. Егер қанның қызыл жасушаларында гемоглобин мөлшері төмендесе, темір тапшылығы пайда болады. Анемиямен көбінесе әйел адамдар және жас балалар көп ауырады. Анемия ағзада кей заттардың жетіспеушілігінен де пайда болады. Мысалы, В12 дәрумен жетіспеушілігінен, фолий қышқылы жетіспеушілігінен, балаларда С дәрумен жетіспеушілігінен осы анемия туындауы мүмкін. Анемия ауруының белгілері тез шаршау, жұмысқа қабілеттің жоқтығы, шаш түсуі, тырнақтың сынуы, тыныс алу қиындауы, бас айналуы. Осы белгілер көбінесе анемияда кездеседі. Анемия болмау үшін витаминге бай тағамдарды жеу керекпіз. Көбінесе көкөністер алма, апельсин, анар, капуста және таза бал жеу керек. Ауырмаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.